өркенде өз қолына алған ісі, биікке қазағымның самғақ құсы, халық болып қадір тұтып қастерлеген ата заң азат елдің ар намысы. Ата заңым, ар намысым, айбарым, болашағым, тектілігім, қайнарым. Ата заңым аясында көш бастап, ел көгінде желбірей бер байрақ. Азат елдің ар намысы ата заң, еліне арнатын тілегісің. Ей, ұлым отан тілегісің, іргесін туған елдің тіреп тұрған. Қадірін ата заң білемісің? Ешкімде мін таламас елдігіме, дауысы жармаспайды елдігіне. Бойында ата заң өріліп тұр, далам кендігіне, тендігіне, бағынған өз заңға жұмыр қалам. Сондықтан күнне жерім суынбаған, қоғамның сан саласы реттейтін әрбір ата заңнан туындаған. Бастайтын болашаққа бақ кемені, осы жол халықтың нақ сенері. Халқыма адалым деп ата заңға елбасы қолын қойып ант берер. Болғанмен бұл өмірде айла күшті, ел үшін кім тыңдары қайрансты. Елінің дамуы мен дағдарысы, ол дағы ата заңға байланысты. Тікелей өсиеткен ғұмырына айналды ата заң мызғымайтын. Тәуелсіз мемлекеттің тұғырына әр бабы, әр тармағы жойылмайды. Шектеуде және тегін қойылмайды. Келісім шарты жасасқан барлық шетел қазақтың ата заңын мойындайды. Өмірде әділдікпен бақ табатын, құқығын қорғалын деп шаттанатын, өзіңде жас өркендер келеді өсіп. Бұл біздің ата заң деп мақтанатын. Өркендеп өз қолына алған ісі, биікке қазағымыз самғақ құсы, халық болып қадір тұтып қастерлеген ата заң азат елдің ар намысы. Сіздерді мемлекеттік мереке Қазақстан Республикасының Конституция күнімен шын жүректен құттықтаймын. 1995 жылы Конституцияның қабылдануы барлық қазақстандықтар үшін ерекше оқиға болды. Конституция халықтың бірлігін, қоғамдық және рухани келісімін нығайтып, егемендік пен саяси тұрақтылықтың кепіліне айналды. Сіздерге және сіздердің отбасыларыңызға зор денсаулық, мол бақыт, амандылық, Қазақстан Республикасының өркендету жолында толағай табыстар мен жетістіктер тілеймін.